Аса мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әлемдер Раббысына шексіз мадақ. Ең кемел адам әз пайғамбарға сансыз салауат. Кемел адам кім? Ол қандай жан? Бұл сұраққа бір сөзбен толық қамтып, дәл жауап беру әрине қиын. Дегенмен осы уақытқа дейін кемел адам жайлы жазылған түрлі еңбектер мен кемелденген тұлғалар өміріне сүйене отырып, жоғарыдағы сұраққа хал қадірімізше жауап беруді мақсат еттік. Кемел адам ең әуелі өзін тани алған һәм тіршіліктің түпкі мәнін түсіне отырып, жаратқанның қалауы мен үкіміне сай ғұмыр сүруге талпынған иманы кемел, танымы терең тұлға. Ол жаратушы тарапынан өзіне жүктелген жаратылыс миссиясын мүлтіксіз орындауды ғұмырының басты парызы деп біледі. Кемел адам жаратушының қос кітабын, яғни Құран мен құдірет қаламынан шыққан ғалам атты алып туындыны қатар оқи білген, тақуалығы мен даналығы толысқан тұлға. Ол білім бұлағынан қанша ішсе де шөлі қанбайтын ғылым ғашығы. Кемел адам жаны мен тәніне, бұл дүниесі мен ақыретіне қатар көңіл бөліп, тепе-теңдік сақтауды білетін жан-жақты жетілген жан. Ол дүниедегі себеп салдар заңдылықтарын мүлтіксіз орындайды һәм барлық істің нәтижесі Алладан екендігіне шүбәсіз сеніп, шынайы тәуекел етеді. Кемел адам қандай жағдайда, нендей халде жүрсе де, Алласымен әрдайым бірге екендігін терең сезінетін, ихсан дәрежесіне жеткен жан. Жаратқанмен байланысы нық, зікірі көп, мінәжаты мінсіз, ғибадат терең адам. Кемел адам жүрегі мейірім мен махаббатқа, ар мен ұятқа, әділет пен ынсапқа толған, көңіл айнасын, жүрек тазалығын барынша сақтай білген кірпияз кісі. Жүрегіне зәредей күнәдағы қонса, оны бірден көз жасымен жууға асығатын шынайы тәубе иесі. Оның діні махаббат діні. Алланы жанынан тәтті жақсы көру мен адамзаттың бәрін бауырым деп сүю, тіпті жаратқан үшін барша жаратылғанға махаббат таныту жолы. Кемел адам назары әрдайым жаратушының ризалығында. Сондықтан ол басқаның мадағы мен мақтауына мастанбайды, өзгенің даттауына ренжіп, көңілі құлазымайды. Кемел адам әділдікті хақ жолы деп біледі. Имани гүлдің негізі ретінде сүйеді. Қандай жағдайда, нендей қысымға ұшыраса да, ақиқаттан айнып әділеттен таймайды. Оның сөзі мен ісі, мінезі мен күллі өмірі әділеттен құралған. Кемел адам обал мен сауапты, жақсы мен жаманды, пайда мен зиянның парқын білетін парасат пайымы иесі. Ол күнделікті ұсақ-түйек оқиғалардан өзін жоғары қоя білетін кісілігі ірі тұлға. Ол оқиғаның астарына үңіліп, әрбір жағдай терең сараптай білетін, заман ағысын жақсы бағамдайтын сұңғыл адам. Кемел адам өз ісінің шебері, нәпақасын адал жолмен, маңдай термен табады. Масылдықты ұят санайды, қол қусыруды ар көреді, намысын биік ұстайды, тапқанын көппен бөлісе алатын мәрт мінезді жомарт жан. Кемел адам айналасына әрдайым қуаныш сыйлайтын көркем мінез гүлзары. Кез келген кісінің көңіл кілтін таба білетін, жаны жайсаң мәмілегер. Ол өзіне қаншалық жоғары талап қойса да, айналасына кешіріммен қарайтын мейірбан жан. Қарапайымдылық оның қанаты. Ол кез келген жетістікті жаратушының жәрдемі деп біледі. Кемел адам елі мен жеріне қауіп төнсе, ат ойлап дұшпанға қарсы шабар батыр тұлға. Ол қасиетті құндылықтарын қорғау жолында жан беруді қор болып, жер бетіне тірі жүруден артық көреді. Кемел адам мұңлы ойлы, қам көңіл, тереңде тұңғиық тұлға. Ол кешегі Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Әлихан, Ахметтер секілді елдің ертеңіне алаңдап, жұрт мүддесін жеке бас қамынан жоғары қоя білетін, қалың елдің қайғысын жұтқан заңғар адам. Ол қоғам алдындағы жауапкершілікті толық сезінеді һәм сол жолда бар ғұмырын, тіпті жанында, малында аямайды. Кемел адам жайлы осылай көп айтуға беруге болады, бірақ кемел адамға жоғарыдағыдай анықтама беріп отырған мына мен бар болғаны кемелденуге ниеттенген қатардағы пенденің бірімін десек те, кемел адам дәрежесіне талпыну мына пәнидегі әр адамның міндеті болуға тиіс. Бұл ниеттегі әрбір адам өз деңгейінде кемелденудің әйтеуір бір сатысында жүреді. Кемелдіктің кім қандай дәрежесіне жетсе де, осы жолда күресудің өзі зор бақыт, үлкен үміт. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардан бастап күллі әнбие әулилер, ғұламалар мен ұлы ойшылдар
адамзатты жан-жақты кемелденуге шақырған. Ұлы далада шыққан Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, Жүсіп Баласағарның Құдатқу білік, Ахмет Жөнекейдің ақиқат қақпасы, Ахмет Яссауидің Дивани хикметтері, Миратул Кулубы жүректер айнасы, Сүлеймен Бақарғанидің хикметтері, Абайдың толық адам концепциясы мен Шәкәрімнің ар ілімі, Мәшһүр Жүсіптің шығармалары адамның рухани барынша жетіліп, жан-жақты даму тақырыбына арналған. Қолыңыздағы бұл еңбек жүрек пен жанның жай жапсарын тереңнен талдап, түсіндіретін, нәпсіні тәрбиелеп, кісіні рухани биік дәрежеге жеткізуді көздейтін жүрек ілімін үйретер арнайы діни еңбек емес екенін айта кеткім келеді. Сондай-ақ кітаптың кемел адам атауы рухани кемелденудің ең биік шыңына жеткен әулие кісіні емес, рухани бай, білімі терең, дені сау, қаржылай тәуелсіз, яғни төрт қолас тең, жан-жақты кемелденуге ұмтылған ыждағатты адамды меңзейді. Қазіргі таңда кітап дүкені сөрелерінде тұлғалық дамуға қатысты шетелдік туындылар самсап тұр. Біршамасы қазақ тіліне аударылған. Тұлғалық дамуға бағытталған дәрістер мен ментор коучтар да көбейді. Бұл әрине қуанарлық құбылыс. Алайда солардың бәрін 100% дұрыс деу қиын. Бұл бағыттағы шетелдік кітаптарда айтылған, жазылған дүниелердің кей тұстары ұлттық ойлау жүйемізге, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарымызға, тіпті діни сенімімізге қайшы келіп жатады. Тұлғалық дамытамыз, ақша табуды үйретеміз деп фетишизмді, буддизмнің кейбір наным сенімін, нумерология секілді біздің ұлттық дүниетанымымызға жат дүниелерді насихаттап жүргендер де бар. Сондай-ақ кейбір кісілердің қаржылық тәуелсіздікті айлыққа жұмыс істемеу деп тәпсірлеп, дәрігер, мұғалім немесе мемлекеттік мекемеде өз мамандығы бойынша жұмыс істеп адал табыс тауып жүрген жандарды кем санау өте қате пайым. Қаржылық тәуелсіздік бұл міндетті түрде әр адамның жеке бизнесі болуы тиіс дегенді білдірмесе керек. Жұрттың бәрі жаппай кәсіпкер болып кетпесе, айтпаса да түсінікті. Қаржылай тәуелсіздік, адал табыс. Қаржат тұрғысынан ешкімге қол қусырып мұқтаж, масыл болмау. Дәл қазір біз уақыт тұрғысынан құндылықтар алмасып, жақсы мен жаман сапырылысып, ақ пен қара қайшыласып жатқан жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Мұндай аласапыран заманда ұйықтамақ түгілі қалғуға да істе болмайды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан ақылда, ұсталықта оқу мен істеумен жүре ұлғаяды. Дүниеде жер билігі күннен күнге ақылда, ұста жұрт қолында ауып барады деп ұлт болашағына уайымдағандай, бұл заманда өзін ұдайы жетілдіріп, әлемдік бәсекеге қабілетін арттыра алмаған ел көштің соңында қалып, түбінде құрдымға кетеді. Осы орайда қолыңыздағы кітап қарлығаштың су сепкендей оқырманның тұлғалық дамып, жан-жақты кемелденуіне аз да болса үлес тигізер деген ниетпен жазылған, көпшілікке арналған мотивациялық кітап. Кітапта асыл дініміздің өлмес қағидалары мен ұлт көсемдерінің ақыл-ой мұралары һәм адамзатқа ортақ құндылықтарды қатар ұсынуға тырыстым. Кітаптың бірінші бөлімінде кемелденудің психологиялық кедергілерді түсіндіріліп, түйіні тарқатылса, екінші бөлімде тән саулығының маңыздылығы, денсаулықты күтудің жолдары мен жай жапсары баяндалады. Үшінші бөлімде уақытты тиімді пайдалану және жоспарлау тәсілдері мен тетіктері берілген. Төртінші бөлімде қаржылық сауат жайлы түсіндіріліп, тапқан табысты нәтижелі жұмсаудың бағыт-бағдары айтылады. Ал 5-6 бөлімде эмоциялық зерде, яғни байсалдылық танытып, көңіл күйімізді, сезімдерімізді басқару тәсілдері мен қарым-қатынас қағидалары жан-жақты түсіндіріледі. Әр бөлім мысалдар және рухани ұстын қағидалармен бекітіліп отырады. Кітапта айтылған тұлғалық дамуға қатысты ереже тәсілдерді жүзеге асыруға көмекші құрал ретінде арнайы әзірленген кемел адам күнделігі қоса ұсынылып отыр. Сөз соңында кітаптың жазылуына қолдау білдірген әрбір жанға Алланың разылығы мен берекелі ғұмыр тілеймін. Эмоциялық зерде тестін құрастырған қызым Ғазизаға зор алғыс білдіремін. Кемелдікке құштар жан, сізге де жаратқанның бар жақсылығын тілеймін.